Шыңғыс ханның алып империясы ыдырағаннан кейін тарих сахнасына жаңа мемлекеттер шықты. Солардың ішінде ең мықтыларының бірі Моғолстан еді. Бұл мемлекет қазіргі Жетісу, Шығыс Түркістан, Оңтүстік Қазақстан, Өзбекстан мен Қырғызстан аумағын қамтып, 2 ғасырдан астам уақыт бойы аймақтағы ең ықпалды күшке айналды. Бірақ көпшілік біле бермейтін бір шындық бар. Осы Моғолстанды құрған, оны 2 ғасыр бойы осында ұстап тұрған қазақтың Дулат руы болатын. 13 ғасырда Шыңғыс хан империясын құра бастағанда, оған алғашқылардың бірі болып қолдау көрсеткен Дулаттар еді. Кейін Шыңғыс хан Дулат елін екінші ұлы Шағатайдың қол астына беріп, Дулат әмірі Өр төбені Шағатайдың ең жақын кеңесшісі етіп тағайындайды. Осы сәттен бастап Дулат руы әрқашан Шағатай әулетінің жанынан табылып, үзеңгілес бірге өмір сүрді. 1346 жылы Шағатай әулетінің соңғы ханы Қазан өлтірілгеннен кейін ұлыс екіге бөлінеді. Батысында билік Ақсақ Темірдің қолына өтсе, шығысында Шағатай ұрпақтары билікті сақтап қалып, Моғолстан мемлекетін құрады. Осы жаңа мемлекеттің құрылуына ең үлкен үлес қосқан Дулат руы еді. Дулат көсемі Болатшы Тоғылық Темір атты жас баланы тауып алып, оны хан тағына көтереді. Бұл тарихшылар Мұхаммед Хайдар Дулати, Рашид ад-Дин, Махмуд бен Уәли еңбектерінде анық жазылған тарихи факт. Тоғылық Темір хан Дулаттардың еңбегін бағалап, оларға 9 артықшылық сыйлайды. Оның ішінде жеке туы болу, соғыс кезінде өз барабанына ие болу, хан кеңесін басқару құқығы, тек Дулат билері ғана өз адамын соттау құқығы, жеке әскер ұстау және Қашғар, Яркент, Хотан, Ақсу сияқты қалаларды басқару құқығы бар еді. Бұл өңір Маңлай сүбе деп аталды. Ол Моғолстанның бөлігі болғанымен өзіндік автономияға ие болды. Моғолстан тарихында Дулат әмірлерінің орны ерекше. Әсіресе Болатшының бауыры Қамар-ад-Дин елді 20 жыл бойы темірдей ұстады. Оның рұқсатынсыз бірде-бір заң қабылданбады. Ақсақ Темір бірнеше рет Моғолстанға жорық жасағанымен бәрінен де тойтарыс тауып қайтты. Бұл Қамар-ад-Диннің ерлігінің арқасы еді. Қамар-ад-Диннен кейін Болатшының ұлы Құдайдат билікке келіп, 35 жыл бойы Моғолстанды басқарды. Ол да Ақсақ Темірден елді қорғап, тәуелсіздікті сақтап қалды. Ал 15 ғасырда Дулаттан шыққан тағы бір ірі тұлға Әбу Бәкір мырза болды. Ол Жүніс ханды жеңіп, Яркент, Қашғар мен Хотанды жеке иелігіне айналдырады. Тіпті ханның өзі оған мырза деп айтуға мәжбүр болған. Алайда уақыт өте келе, Дулаттар мен хан әулетінің арасында қақтығыстар күшейді. 16 ғасырдың ортасында Моғолстан әлсіреп, ақыры бірнеше бөлікке ыдырап кетті. Осылайша 2 ғасырдан астам өмір сүрген қуатты мемлекет тарих сахнасынан кетті. Бірақ Дулат руы жоғалып кеткен жоқ. Керісінше, олар Қазақ хандығымен бірігіп, оның күшеюіне үлкен үлес қосты. Әсіресе Сырдария бойындағы қалалардың Қазақ хандығына қосылуы Дулаттардың арқасында жүзеге асты. Кейінгі кезеңдерде Дулат әмірлері Моңғолия мен Шығыс Түркістанда да билікке араласты. Қытайдың Цин империясы да халықпен тіл табысу үшін қала басшыларын Дулаттардан қойып отырды. Алайда 19-20 ғасырда Қытай билігі күшейгенде Дулат әмірлері саяси сахнадан ығыстырылып, қуғынға ұшырады. Сол кезде Дулаттардың көп бөлігі Қазақстанға көшіп келді. Міне, осылайша Дулат руы 3 ғасырдан астам уақыт бойы Моғолстанды билеп, Шағатай ұрпағына тірек болды. Бұл қазақ тарихының ажырамас бөлігі. Өйткені біріншіден, Дулат бүгінгі қазақ руларының бірі. Екіншіден, Моғолстанның жерінің басым бөлігі қазіргі Қазақстан аумағына кіреді. Айта кетер тағы бір жайт, қазақ тарихында тек Дулат қана емес, басқа да рулар өз мемлекеттерін құрған. Мысалы, Наймандар мен Жалайырлардың да жеке хандықтары болған. Бұл қазақ халқы ежелден мықты, батыр, өр рулардан құралғанын дәлелдейді. Достар, тарих өткеннің көлеңкесі емес, бүгінгі болашағымыздың шамшырағы. Моғолстан мен Дулат руының тағдыры бізге мынаны үйретеді. Егер халық бірлік сақтаса, оның үні ғасырлар бойы өшпейді. Бұл оқиғалар қазақ халқының қайта-қайта жаңарып, мәңгілік ел болуға ұмтылысының айқын дәлелі. Біз әрқайсымыздың жүрегімізде осы рухани сабақ жатуы керек. Өйткені тарих тек кітап беттерінде емес, біздің жанымызда.
Дулаттай ұлы рулардың ерлігі бізді де биікке шақырады. Ендеше сіз қандай істі бастасаңыз да, олардың табандылығын, бірлігін еске алыңыз. Өмірде қадам жасағанда менің де артымда ұрпаққа үлгі болар іс қалуы тиіс деген ойды серік етіңіз. Егер сіз бұл тарих деректерінен шабыт алсаңыз, біздің арнаға жазылып, осы бейнеге лайк басыңыз. Тарихи тақырыптарға қызығатын достарыңызбен бөлісіңіз. Ал пікірде осы оқиға сізге қандай ой салғанын жазыңыз. Сіз үшін тарих нені білдіреді? Бізбен бірге тарихтың жаңа қырларын ашыңыз, және ұлы бабалардың рухы сізге әрқашан күш берсін.